Беньямин мен Жанан ұрысып келе жатыр. Саған сонша ақша ойыншық болды ма деп Беньямин жынданғанда Жанан Түркан туралы осынша уақыт қалай білмегенмін, көрсоқыр болып келгенмін деп жынданады. Сен де қарап жүрмей Халелді айналдырыпсың ғой деп екеуі ұрысады. Түркан ақшаны қалай алғанын жаймен Беньяминге айтады. Қонақ үйге барып, оның қайда барғанын сұрайды. Оның таксиге мініп кеткенін айтып, таксидегі ағайлардан қай жерге барғанын, сол үйдегі үй иесін тауып Халел тұрып атқан үйге барады. Және де екеуі сыртқа шығып бара жатқанда қоймадағы құлыпты көреді. Бұл не құлып, сіз құлыптап едіңіз дейді. Жоқ, мен емес, жүр артқы есіктен кірейік, бұл құлыпты бұзбайық деп. Екеуі артқы есіктен барып құлыпты бұзып, ішіндегі ақшаны алып кетеді. Перихан Нұхтың жағдайын сұрауға келеді. Дәл сол сәтте Харика шығып қалып, Периханды кіргізбей қуып шығады. Ағам сені көргісі келмейді, қалай сөз түсінбейсің деп аузына келгенін айтады. Сыртынан бақылап тұрған Назым, сен сол баяғы күйде өзгермеген екенсің дейді. Харика, мен саған кім екенімді дәлелдеуден шаршадым, жетер енді деп ұрсады. Барлығы Нұхтың жағдайын жасап отырады. Назымға Сумру, неге әуре болдың, бізде бары жақсы дейді. Нұх Назымға, кәні көрейінші, сені көріп тұрмын ба деп күлкі қылады. Тахсин мен Джихан жағдайы жоқ отбасыларға көмектесіп, балаларына ойыншық таратып, кедей-кепшіктерге көмектесіп жатады. Тахсин мырза, сізге Алла разы болсын, барлығы сіз үшін дұға тілеуде, сізге халық риза деп екеуі бір-біріне риза болады. Барлығы бірге жиналып отырған кезде Сумру мен Тахсин, бұлар сендердің тұрған үйлерің, мүмкін Мелек пен Джихан осында көшіп келерсіңдер дейді. Барлығы қуанады. Сол кезде Севилай, біз сендердің көшіп келгендеріңді қатты қалаймыз дейді. Харика, мен де келсем болады ма дейді. Әрине, сенің де үйің дейді. Нихаят ханым, мен бұл өмірге қайта келгендей болдым. Барлықтарыңның бірге отырғандарыңды көру мен үшін ғанибет деп барлығы көңілді отырады. Үйіне барып Харика заттарын жинай бастаған кезде Асад, бізді де шақырмады ма, бірақ бізді не деп шақырсын, бәріне Асад кінәлі, бәрін Асад құртады, оны түсінем деп ренжиді. Жанан мен Беньямин болса, бізді қалай бөліп тастағанына ашуланып отырмын, бізді қалай шақырмайды деп жынданады. Асад барлық заттарын төменге түсіріп көмектесе бастайды. Сол кезде Эсма, Мелек әпке, сіздерді қимай тұрмын. Өзіңізді күтіңіз, өзіңізге қараңыз, біз сізге барып тұрамыз дейді. Сол кезде Беньямин, Асад маладес, бір қолымен барлық ауыр чемодандарды төменге түсірді дейді. Бір қызметшіні алып кетіңдер, мынаны алып кетіңдер деп Түрканды көрсеткенде Шенұр, мен барсам бола ма деп Шенұр еріп кетеді. Барлығы кешкі ас ішіп отырады. Беньямин, менің жыным келіп отыр, бізді неге бөліп тастап кетті дейді. Сол кезде Асад, не дейсің, біздің үйіміз осы, біз осы жерде тұрамыз, неге қоймайсың деп айқайлайды. Сол сәтте жеке жайда барлығы көңілді кешкі ас ішіп отырады. Эсманы Асад оятып, тойға әдемі көйлек алғанын, өзі арнайлап іздеп барып алып келгенін айтады. Эсма, мен барлығынан шаршадым, өтірік қойылымнан шаршадым. Осы той біткеннен кейін екеуміз ажырасамыз деп ұрсады. Халел, ақшаны сол алып кетті, 100% сенімдімін, сол алып кетті деп жынданады. Сол кезде Хикмет, сен не айтып отырсың, менің бүгін қызым тұрмысқа шығады, ал ол мені тойына да шақырған жоқ, тіпті шақыру да жіберген жоқ деп жынданады. Нұх ұйықтап жатқан Севилайды оятып, таңғасын әкеліп, екеуі барлығы жақсы болады деп қуанып отырады. Тойға дайындық қызу басталып кетеді. Барлығы боянып мәре-сәре болып жатады. Далада Беньямин машинаны сәндеп жатыр. Барлығы тойға қызу дайындық үстінде. Жігіттер жағы шаштарын алдырып, шаштаразда жүреді. Тойдың басты басталып, екі жайға Эсма мен Жанан келе бастайды. Мелек көйлегін киіп жатқанда оны Джихан үзіп алып, екеуі күледі. Ал Севилай болса, тұрмыс құрмаған қыздардың атын аяқ киімнің астына жазып, барлығы мәре-сәре болып отырады. Сумрудың бөлмесіне Тахсин келіп, келесі біздің тойымыз болатын шығар, мен бұдан әрі күте алмаймын дейді. Харика Эсманың сырға тақпай келгенін көріп, оған өзінің сырғасын береді. Эсма рахметін айтып, барлығы отырған кезде қалыңдықты алып кетуге улап-шулап жігіттер жағы келіп, барлығы далаға шығып, көңілді той бола бастайды. Нұх пен Севилай кетіп бара жатады. Севилай Нұхтан, Таиландқа дейін ұзақпа неше сағат ұшамыз дейді. Не болды, қорқып отырсың ба? Қорықпа, Нұх жаныңда деп айқайлай бастайды.